Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен өте нәзік, әрі дәмді және тез дайындалатын стаканды трайфл дайындайтын боламын. Егер видео ұнаса, видеоны толық көріп, менің каналыма тіркеліп, лайк, подписка батырмасын басып кетіңіздер. Ыдысқа 3 жұмыртқаны саламын және қант салатын боламын. Және миксердің көмегімен араластырып аламыз. Бөлме температурасындағы сары майды қосамыз және сұйық май қосамын. Жылы сүтті қосатын боламын. Және барлық массаны миксердің көмегімен жақсылап араластырып аламын. Електен өткізілген ұн қосамын. Какао қосатын боламын. Какаоның сапасы жағынан жақсы болғаны дұрыс. Және бір қасық қопсытқыш қосып, жақсылап миксермен араластырып аламын. Формаға саламыз. градуста 45 минут пісіріп аламын. Осымен пирогымыз толығымен пісті. Оның піскенін осылай зубочистканың көмегімен біле аламыз. Енді таза ыдысқа пирогтарымызды салып, жақсылап осылай видеодағындай қолмен үгітіп аламын. Трайфлдың кремін дайындайтын боламын. Ол үшін бізге творожный сыр керек. Және сахарный пудра саламыз. Миксердің көмегімен араластырып аламын. Енді сливки қосамыз. Осымен біздің креміміз дайын. Енді осындай стаканчиктарды столға реттеп қойып, ұсатылған пирогымызды әр стаканға салып шығатын боламын. Енді осындай жеміс жидектер қосамын. Менде банан, клубника, апельсин. Енді ол өз қалауларыңызша мүлдем қоспай қоюға болады. Немесе дәл мен сияқты қоссаңыздар болады. Енді кремді жағып шығамыз. Бұл трайфлдың бірінші қатары. Енді қазір екінші қайтара үгітілген пирогымызды салатын боламыз. Қалған жеміс жидегімізді осылай екінші қайтара салынған үгітілген пирогтың үстінен қойып шықтым. Енді кремімізді жағатын боламыз. Дәл видеодағындай қарап жақсаңыздар болады. Енді трайфлдың кремін қасықтың көмегімен осылай түзулейтін боламын. Өйткені мен бұған қазір шоколад құямын. Шоколад құйған кезде беті біркелкі болу үшін дәл осылай түзулету керек.
Осылай тең бөліп түзулетіп алдым. Және бұларды тоңазытқышқа 15 минутқа қою керек. 15 минут суыған кремімізге енді кішкене сливки қосып, шоколад қостым. Және микроволновкаға ертіп алып, осылай құятын боламыз. Міндетті түрде тоңазытқышта тұру керек. Жаңағы креміміз кішкене суы керек. Әйтпесе біздің кремімізді ертіп жіберуі мүмкін. Осымен тез дайындалу жолы өте оңай, трайфл дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Және менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ас болсын!